Бәріңе сәлем достар, сіздермен Мирас Қалдыхан. Бүгінгі видеода Oppo компаниясының Oppo A74 смартфонына видео шолу жасайтын боламыз. Бұл смартфонды бізге Oppo компаниясы берді. Бұл смартфонға келетін болсақ, бұл смартфон бізге 4 гигабайт озумен 128 гигабайт памятпен келеді. Бұл смартфонның экраны AMOLED технологиясы бойынша жасалынған, 33 ваттық зарядкасы бар, 5000 миллиамперлік батареясы бар, 48 мегапиксельді негізгі камера, қалған екі камерасы қосалқы камералары бар. Бұл смартфонды ашайық. Так, бұл смартфон жаңа, енді ғана ашып отырық. Смартфонның өзі смартфонды ашқан кезде бізде мынандай конверт сияқты қорап қарсы алады. Бұның ішінде бізде чехол мен мануфактура болу керек, гарантийный талон, инструкция, мына жерде скрепка көріп тұрғандарыңыздай, сосын силиконовый чехол, обычный, кейін ұзақ қолданғаннан кейін сарғайып кететін чехол. Бастапқы кезде болады бұндай чехол қолдануға. Одан кейін телефонның өзі. Міне, телефон бізде көк түсте. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің әдемі бір дизайны бар. Одан кейін коробканың ішінде мынандай қағаз, сосын USB Type-C зарядкасы, проводы. Мына жерде наушник, iPhone-ға ұқсайтын, iPhone-ның наушнигіне, сосын 33 ваттық блок питания. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір мына жерден оқыса болады. 33 ваттық деп жазылып тұр. Енді телефонның өзін қосайық. Заряд жоқ екен, жалғастырамыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай телефоны қосылды. Телефонның заряды өшіп қалған екен, сондықтан зарядкаға тығып қосып жатамыз. Телефонның өзі бұдан алдын қосылған екен, себебі қосылған кезде новый устройство деп шыққан жоқ. Бұл телефонның өзінің характеристикасына келетін болсақ, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай Oppo A74 аты, сосын версия Android 11, сосын оболочкасының версиясы 11.1, Color OS, Oppo компаниясының өзінің оболочкасы. Бұл жерде процессор Snapdragon 662, озуы 4 гигабайт, 28 гигабайт памяти бар, 110 гигабайт бос. Қалған жерлері осы тұрғандарыңызда. Енді бұл телефонға қысқаша дизайнына көретін болсаңыздар, көк цветті, ақ цветпен аралас градиенті бар. Артында 3 камерасы бар. Негізгі камера, қосалқы, екі қосалқы камера, біреуі макро, біреуі портретный режимға арналған камера. Мына жерде вспышка. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай камерасы, блок камерасы сәл шығып тұрады корпустан. Бұл телефонды столға қойған кезде мындай звуктар шығады, потому что камерасы бір шетінен тұр, сондықтан телефон ыңғайсыз столға қойылады. Енді телефон біз Wi-Fi кірейік. Сосын телефонға обновление келе ма, келмей ма, соны байқап қарайтын боламыз. Wi-Fi-ға кірді. Енді обновлениясын тексерейік. Бұл телефонның обновление келе ма, келмей ма. Бұл телефон Antutu'да 190 мың көлемінде балл жинайды. Geekbench тесттарында бір ядерлы тестта 370 балл көлемінде, ал многоядерный тесттарда 1600-1700 балл жинайды. Бұл телефонның, бұл санаттағы телефонға жақсы балл болып есептелінеді. Бұл телефонның қазіргі уақыттағы бағасы Қазақстанда Технодом, Сулпак, Алсер сияқты магазиндерде 139 мыңнан басталады. Бірақ Oppo компаниясының
басшылары бізге айтты, бұл телефонның бағасы жақын арада одан түседі, 100 000 көлемінде бола ма, одан да төмен болуы мүмкін. Сондықтан сәл күтсеңіздер, бұл телефон арзандап қалуы керек. Енді камерасына келетін болсақ, камерасын былай түсіріп қарап көрейік. Мына жерде бізде қандай бұл камера 48 мегапиксельді өзінің режимі болу керек. Мына еще деген жерде бұл 48 мегапиксельді режим сразу қосылады екен. Бір-екі фото түсіріп көрейік. Телефон өз камерасы қалай түсіреді екен. Бұл Oppo компаниясының осы камераның приложениясы Realme компаниясына ұқсайды. Себебі екеуі бір компаниядан шығады. BBC Technologies деген Қытайдың компаниясы бар. Екеуі де сол Қытайдың компаниясына қатысы бар. Бұл жерде камерасын көріңіздер. Камерасын, видеосын, фотосын осы видеоның соңына қосып салып қоятын боламын. Енді бұл телефон жаңағы тесттарда келесі видеода көретін болсыздар. Тесттарда қандай балл жинайтынын. Бұл видеоның, бұл телефонның фронтальный камерасын көрсек, көріп тұрғандарыңыздай качествосы анау айтқан мықты емес. Сонда да өзінің бағасына тұрарлық. Артқы камерасы, негізгі камерасы былай айтқанда жақсы түсіреді күндізгі күні, кешке ночной режим деген режим арқылы жақсы түсіру керек. Бұл туралы бөлек видеолар шығатын болады, және де осы телефонға түсірілген фотоларды осы видеоның артында соңына салып қоятын боламыз. Басқа айтатын ештеңе жоқ. Экранына келетін болсақ, AMOLED экран. Сіздерге экран деген жерден көрсетейін. Бұл AMOLED экран яркісті максималды түрде күндізге күннің үстінде, күннің астында тұрған кезде жақсы көрінеді. Ал ең төменіне қоятын болсаңыздар, түнде көзді ауыртпайтын болады. Бұл жерде Always on Display деген функциялары да болады. Себебі AMOLED экрандарда ол функция болады. Сіздерге бұл телефонда отпечаток пальца артында емес, телефонды қосатын кнопкада емес, экранның өзінде орналасқан. Оны сіздерге былай көрсетейін. Настройка. Добавить отпечаток пальца. Продолжить. Парольді жазайық. Мына жерде екен отпечатктың орналасқаны. Отпечаток тез жұмыс жасайды деп айта алмаймын, себебі бұл қанша дегенмен орта бюджетті санаттағы телефон. Флагмандық телефондардың отпечатығына жетпейді. Қазір оны тексеріп көретін боламыз. Негізі отпечатктың орналасқан жері астында орналасқан екен. Бұл сәл неудобно болып есептелінеді, себебі телефонда қолданған кезде мына жерге басқан ыңғайлырақ. Отпечатығын тексеріп көрейік. Негізі былай қарап тұрсаң, тез жұмыс жасайды. 1 секунд примерно. Бүгінге осы телефон жайлы басқа толығырақ обзорды кейін сала жатармын. Келесі видеоларда болады. Ол жақта тест, ойындағы тесттарын жасайтын боламыз. Көріскенше видеоны лайк басыңыздар, комментарияға несін түсіргенді қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.